Саламатсыз ба көрермен? Себепсіз ісіну сырқат белгісі екенін білесіз бе? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Алдымен денсаулыққа пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ескерту: кез келген халық емін қолданбас бұрын дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Дененің, қол-аяқтың себепсіз ісінуі ішкі ағзалардың белгілі бір дәрежеде сырқаты бар деген сөз. Ісік негізінен жүрек жұмысының кемдігінен, бауыр қызметінің әлсіздігінен, бүйректің сырқатынан болады. Ал жекелеген орындарда болатын ісіктердің басқалай себептері бар. Жаратылыс заңы бойынша кіндіктен төмен қарай шыққан ісіктің барлығына бүйректің қатысы бар. Ал ісік кіндіктен жоғары болса, онда бауыр қызметінде ауытқушылық бар деген белгі. Мәселен, екі аяғыңыз ісініп жүру қиындаса, бұл бүйректе қандай да бір ауытқушылық бар екенін білдіреді. Ісіктің қай түрінде де зәрді айдау арқылы емдейді. Мына ем түрлері де тәуір жәрдем береді. Егер аяқтың басы домбығып, ісік тізеге көтерілсе, дәріханалардағы теңіз тұзынан 3 ас қасықты 3 литр суға ерітіп, оған 2 лимон шырынын қосыңыз деп жазады Ауырмаңыз газеті. Осыған 100 грамм қарағай қылқанын қайнатып қосып, аяқты уқалай отырып 20 минуттай жуыңыз. Емді 10 күн қайталау керек. Келесі күні ісік қайта бастайды. Екі тізеңіз ісіп, аяқты баса алмай қалсаңыз, ошағанның репейник 1 жылдық тамырын жуып, ұсақтап турап, 40 градустық спиртке 15 күн тұндырыңыз. Осы тұнбадан ісінген жерге компресс жасаңыз. Қолдың ісінуінде 2 пияз бен алоэ жапырағын ет тартқыштан өткізіп, таза дәкеге жаймалап жағып, ісік үстіне таңып қойса, көп ұзамай ісік қайта бастайды. Бүгінгі видеом осындай. Видео ұнаса лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Денсаулығыңыз, байлығыңызды күтіңіз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.